жамандық зияралы сіз қазақ әліпбиін латиницаға көшкеніне қалай қарайсыз? Бұл мәселеге біріншіден мына тұрғыдан қарайық. Жазу сөздің таңбасы. Бұл ақпарат құралы. Біздің заманымыздағы қазіргі осы бүгінгі күнде өтіп жатқан ғылыми техникалық дамудың прогрестің дейді орысша айтқанда, латынша айтқан кезде. 4-ші кезеңнен 5-ші кезеңге өтіп бара жатырмыз. Алғашқы кезеңі жазу пайда болған ежелгі дәуірден дейді. Демек біз бүгін қалай өмір сүреміз, не ойлаймыз, оны қалай жеткіземіз, осының бәрі біздің жазуымыз арқылы жақындарымызға жетеді, ұрпағымызға жетеді. Екінші жағынан, біз осы жазу арқылы әлемдік деңгейде ақпарат қабылдаймыз. Интернет заманы өтірміз. Айтыңдаршы, интернетте түгелдей негізгі функциялардың бәрі латын әрпімен жазылған. Рас па? Демек, біз бұл жерде кириллица жаман, түту жазу жаман деп бір кезде қолданған айтып жатырмыз жоқпыз. Латын қарпіне өту біз әлемдік деңгейде ілесу. Соған үйлесімді түрде ену дегеніміз ойымызды жеткіземіз. Әрі латын әрпі біз үшін таңсық емес. 29 пен 40 жылдың арасында өткен ғасырдың 10 жылдан астам уақыт. Біз латын қарпін қолдандық. Сол кезде әлем шығармалары шықты. Әлемдік деңгейдегі шығармаларымыз да жазылды. Мұраларымыз жинақталды. Ешқайсысын жоғалтқанымыз жоқ қой. Сондықтан ондай қорқыныш жоқ. Ал енді бүгінгі күнге қажеттілік осы ғылым мен техниканың жетістігін, білімнің, әдебиет пен өнердің озық үлгілерінің бәрі ағылшын тілінде, латын қарпінде. Латын қарпін бүкіл батыс өркениеті дамыған батыс қолданып отыр. Бізге туысқан халықтар қолданып отыр. Түркілер қолданып отыр. Түрк халықтарының негізі болып табылады. Сондықтан да оған өту қажеттілігі бар. Бұл бірінші. Екінші аспектісі, сыбырлағанды Құдай естімей ме дейді. Біз бодандықтан, тарихи санамызды бодандықпен құлдықтан әлі ажыратып кетпеген екенбіз. Жазу адамды тәрбиелейді. Жазу адамға ой береді. Демек, латынға көшу біздің рухани жаңғыруымыз. Жаңа деңгейде ұлт ретінде, сендердің ұлт ретінде өздеріңді тану, өздеріңді бір-бірімен сәйкестендіріп идентификацияны өту және болашаққа қадам басу. Осы екі аспект, оның тағы да көп аспектілері бар шығар.